Джордж Самуэль Клейсон. Вавилонның ең бай адамы. Қарақалпақ тіліне аударған Рустам Сапарбаев, Ерболат Өтепбергенов. Бірінші дәрі. Шижланды толтыруды басла. Аркад екінші қатардағы ойланып отырған адамға мүражат етті. Маған айтшы, ақкеуіл достым, кәсібің не? Мен жазушыман. Алай тақташаларға жазу түсіремен. Табысылаймен бірінші мыс теңгелерімді тапқанман. Демек, өзіңе дәулет жинауға сенің де ұсындай имканиятларың бар. Соң ол ар жақлауда отырған қызыл жүзлі адамға қарады. Айтшы, өтініш, сен өзің үшін нанға қалай пұл табасың? Мен қассаппан, жауап берді ол. Диқанлардан ешкі сатып аламан, сойып көшін үйбекелеріне, терсін етікшілерге сатаман. Егер істесең һәм пұл тапсаң, демек сенде де әуметке ерсу имканиятың бар екен. Сөйтіп Аркад жиналғанлардан олар қалай күн көруін сұрауды давам етті. Сұрастырып болып, көріп тұрғаныңыздай шәкіртлерім, адам пұл табуы мүмкін болған көп кәсіп һәм өнерлер бар. Әрбір табыс түрі бұл мейнет. Өз шижланыңа жөнілтіруі мүмкін болған алтын жылға. Әрбіріңіздің қалтаңызда теңгелер ағымы құйылып тұр. Оның мол, ямаса азлығы сіздердің қабілетіңізге байланысты. Гәпме қосыласызлар ма? Деді Аркад. Әмме мақұллады. Бірақ, егер әрбіріңіз дәулетлі адам болуды қалесеңіз, өзлеріңіз үшін жаратқан тикарғы табысыңыздан пайдалануыңыз даналық болмай ма? Бұл ретте әмме мақұллады. Сонда Аркад өзін мәйек сатушы деп таныстырған ұялшақ адамға жүзленді. Егер сен себет алып, әр күні оған 10 мәйек салсаң, ам оннан кеште 9-ын қайтып алсаң не болады? Уақыт өтіп ол толады. Неге? Себебі мен әр күні 10 данадан алатұғынымнан көре бір мәйек көплеу саламан. Аркад жиналғанларға күліп қарады. Бұл жерде кімлердің шижланы бос? Әмме ойланып бір-біріне қарады, кейін күліп жіберді. Бос шижланларын алып, желпіп көрсетті. Яқшы, деп давам етті Аркад. Енді мен бос шижланларды давалайтұғын бірінші дәріні айтаман. Мәйек сатушыға берген мәслихатыме әмел етіңдер. Шижланыңызға салған әр 10 теңгеңізден қаражетіңіз үшін тек 9-ын жұмсаң. Шижлан демнің арасында толуды баслайды һәм оның ауырлығы қолыңызды қуантып, кеуліңізді көтереді. Сіздер бұны дым апуай деп ойлайсыз ба? Хақиқат әрдайым апуай. Мен сіздерге қалай байлық топлағанымды айтаман деп уәде беріп едім. Мен міне тап ұсылай баслағанман. Мен де бос шижлан алып жүретұғын һәм оны қарғайтұғын едім. Себебі онда менің қаражетлерімді қаплайтұғын еш нәрсе жоқ еді. Бірақ мен оған салған 10 теңгемнен тек 9-ын алуды әдет еткенімде ол қампая баслады. Сіздердің шижланларыңыз да тап сондай болады. Ал енді сіздерге маған себебі нәмәлім болған бір қызық нәрсені айтаман. Табысымның 10-нан 9-ын жұмсап бастағанымда қарасам, маған ұсы пұллар жетіп атыр. Алдыңғыға қарағанда жарлылау жасамадым. Қосымша тез арада ақша маған бұрынғыға қарағанда көбірек ағып келе бастады. Соған қарағанда Құдайдың низамы ұсылай шығар. Кім табысын абайлап, құры сауа бермесе оған алтын аңсат келеді. Шижланы босларды алтын шетлеп өтеді. Сіз ең көп нені қалайсыз? Қымбат таслар, қандайдыр сұлу тағаншақлар, заманауи киім, мазалы ауқат кібі күнделіклі мүтәждіктеріңізді қандырылуын ба? Бұлардың әммесі ертеңіне ұмтылатығын өткінші нәрселер. Яқы сіз ақиқи қадірлі нәрселерді қалайсыз бе? Алтын, жер, мал, сауда, табыслы іс. Шижланыңыздан алып атырған теңгелеріңіз сізге бірінші қалегелеріңізді береді. Ал шижланда қалғанлары болса, екіншісін береді. Әне оқушылар,
Boş şıжланыма тапқан бірінші дәрім ұсы болды. Оған салған har 10 теңгемнен тек 9-ын сарпылайман. Бұны өз ара ойласын. Егер кімдір бұнда еместігін дәлелдесе, ертең көріскенімізде айтарсыз. Екінші дәрі. Қарешеттеріңізге ітібар берің. Аркад екінші күні өз сөзін: араңызда маған тапқан теңгелеріміздің бәрін жұмсағанда да күн көрімізге жетпей атырғанда қалай табысымыздың 10-нан 1-ін шыжланда сақлап қалу мүмкін деп сұрау бергендер болды. Қайсыңыздың шыжланыңыз кеше бос еді? Әммеде, жауап берді оқушылар. Бірақ сіздердің табыстарыңыз әрқилы ғой. Біреулеріңіз басқаларға қарағанда көплеу табасыз, соған қарамай әммеңіздің шыжланларыңыз бірдей бос. Ал енді мен сіздерге қызық бір хақиқатты ашамын. Ол мынандай: өздеріңізге бірінші нәубетте кереклі деп айтқан нәрселеріңіз, егер өзіңіз бұған қарсылық көрсетпесеңіз, сіздердің табысыңыздың өскеніне қарап көбейе береді. Ең кереклі нәрселеріңізді өз тілеклеріңізбенен алжастырма. Әрбіріңіз тапқан пұлыңыз жететұғыннан көре көплеу нәрсені қалейсіз. Соның үшін сақлап қалған теңгелеріңіз ұсы нәрселерге сарпланып кетеді. Бірақ қолға кіргізілмеген нәрселер көп болып қала береді. Әрбір адамда қалеген нәрселері өз имканиятына қарағанда көплеу. Егер мен бай болсам, әмме нәрсеге ерсе аламан деп ойлайсыз. Надұрыс. Әммесіне уақытым жетпейді. Бәріне күшім азлық етеді. Жүріп өтуі мүмкін болған аралық та шекленген. Мен әмме қалеген нәрселерімді жей алмайман. Мен өзім қалеген өмірдің барлық қаздіклерінен рахатлене алмайман. Мені тыңла. Диқан даладағы жабайы шөплердің тамырына жетерлі орын қалдырса, олардың өніп өскені сияқлы адамның ұнатқан нәрселері, һәм оларды қанатландырудың ләжі болса, көбейіп бара береді. Қолға кіргізбекші болған нәрселеріңіз жүда көп, бірақ олардың аз мұғдарына ғана ерсе алуыңыз мүмкін. Өміріңіздегі әдеттеріңіз хақында ойлаң. Терең ойлап көрсеңіз, қысқартуыңыз яки жоғалтуыңыз мүмкін болған шығынларыңыз тап ұсыларға туры келеді. Соның үшін пұл сарплауға таяр нәрселеріңіз дізімін жазып шығын. Солардан табысыңыздың 10-нан 9-ынан төлеуіңіз мүмкін болған ең керектілерін таңлаң. Қалғанларының әммесін өшіріп таслаң. Оларды әмелге аспайтұғын іслер қатарына қосың, һәм бұннан өкінбең. Кейін барлық ең керекті шығыларыңызды бөліп шығын. Шыжланыңызды толтыратұғын 10-шы бөлікке түймең. Бұл әмелге асуы шарт болған ең үлкен тілеген нәрсең болсын. Шығынлар тізімі шыжланыңызды толтырудағы ең бірінші жәрдемшіңіз болсын. Сонда алтын жалатылған қызыл шапан киген оқушылардан бірі тұрып: мен еркін инсанмын. Өмірдің барлық имканиятларынан пайдалануға хақым бар деп есептеймін. Солай екен, мен пұл сарплауыма болама я болмайтұғын маған дәл көрсетіп тұратұғын мына майда есеп санақлардың құлы болу ниетім жоқ. Олар өмірімнің қуанышынан айырады, һәм мені жүкленген ешекке ұқсатып қояды, деді. Ал достым, кім бұл шығынларды анықлайды? Деп сұрады Аркад. Мен өзім, деді шәкірт. Егер жүк артылған ешек өз жүгін таңлай алғанда, ол желкесіне қымбат тас, гілем һәм ауыр алтын құймаларды артар ма еді? Яқ, ол шөлді кесіп өту үшін сабан, дән һәм ыдысы менен суды таңлар еді. Шығынлар тізімі сенің шыжланыңның толуына қызмет етеді. Ол саған ең керекті нәрселерді береді, һәм іләжі барынша басқа тілеген нәрселеріңе ерістіреді. Оның жәрдемінде сен хақиқи керекті нәрселеріңді еріксіз қалулеріңнен несіменен парқлануын түсінесің. Қараңғыдағы жақты нұр сияқлы ол шыжланыңнан ағып баратырған пұл жөнелісін көрсетеді, һәм саған оны тоқтатуға жәрдем береді. Міне, сіздерге бос шыжланға дауа болатұғын екінші дәрі. Ең керекті нәрселеріңе ойын күлкі һәм ақиметлі мүтәжлігіңізді қаплау үшін табысыңнан 10-нан 9-нан көп сарпламайтұғын етіп, қаражетлеріңді дұрысыр желестір. Үшінші дәрі. Өз алтыныңды көбеюіне мәжбүрле. Сіздің шыжланыңыз толып басылады. Сіз өзіңізді табысыңыздың 10-нан 1-ін сақлап қалуға мәжбүрледіңіз.
Жинағаныңызды сақлап қалу үшін шығынларыңызға ітібар беріп басладыңыз. Енді пұлларыңыздың сіздің пайдаңызға істеу һәм көбею үшін жол табу керек. Шыжланыңызда жатырған алтыныңыз сізге сенім беріп, кеуіліңізді көтеруі мүмкін. Бірақ ол еш нәрсе істеп таппайды. Сіздің топлаған алтыныңыз бұл тек бірінші қадам. Байлық тек сіздің алтыныңыздың өзі пұл табуды бастағанда келеді. Деп Аркад үшінші күні оқушылары алдында сөзін басылады. Алтынды жұмыс істеуге қалай мәжбүрлесе болады? Менің бірінші мәрте пұл тіккенім әуметсіз болды һәм мен бәрін жоғалттым. Бұл уақияны сіздерге кейін айтып беремін. Бірінші пұл сарплаған табыслы тарауым бұл Аггар ісімлі қалқан ұстасына ақша бергенім болды. Әр жылы ол өз жұмысына істету үшін теңіз артынан көп бронза сатып алар еді. Саудагерлерге төлеуге жетерлі пұлы болмағанлықтан ол артықша жинап қойған ақшасы бар адамлардан қарыз алатұғын еді. Алған һәмме қарыздарын ол қалқанларды сатып, арттырған пайдасынан үлкен үстемесі менен қайтарар еді. Әрдайым мен оннан бергенімнен көре көплеу қайтарып алатұғын едім. Осы тәрізде менің тек жинаған пұлым емес, ал ол келтірген пайда да көбейіп барды. Бұл пұллардың шыжланыма қайтып келіп атырғаннан кеулім толатұғын еді. Мен сіздерге айтуым керек, оқушыларым, адамның байлығы анық шыжланда көтеріп жүрген пұлы емес. Бұл оны тәмелеп тұрған табысы, тамып, шыжланды қампайтуға мәжбүрлеп тұрған алтын ағымы. Әрбір адамның арзуы ұсындай. Әрбіріңіз жұмыс істемесеңіз, яки саяхатта болсаңыз да осы ағымның тоқтап қалмауына әрекет етуіңіз керек. Мен үлкен табыстарға ерістім. Сол дәрежеде үлкен, міне мені жүдә бай адам деп атайды. Менің Аггар менің келісімім пұл тігуде бірінші табыслы ұрынысым болды. Білім һәм тәжірибе жинап, мен пұл тігуді кеңейттім. Менің шыжланыма алдым бірнеше, ал кейін көп жерлерден алтын ағымы келе басылады. Көрдіңіз бе? Өзімнің азғана табысым арқасынан мен алтыннан армия түзудің үстінен шықтым. Кейін олардың әрбірі маған және де көп алтын алып келе басылады. Байлығым жүдә көбейемен дегенше, менің пайдама олардың балалары, балаларының балалары жұмыс істеді. Егер дұрыс басқарсақ, алтын жүдә тез көбейеді. Өзіңіз қараң, мысал үшін, Дихан бірінші перзенті туылғанда саудагерге 10 күміс теңге апарып, баласы 20-ға толаман дегенше пұлды сақлауды сұрады. Саудагер разы болды. Һәм олардың келісімі бойынша әр 4 жылда бұл айланыстағы ақшаға пайдадан оның 4-тен 1 мұғдары қосылып баратығын болды. Бұл пұллар баласына тиісті болғаны үшін Дихан пайданы да ұлыма ақшаға қосып баруын сұрады. Баласы 20-ға толғанда Дихан саудагерге барып күміс аққында сұрады. Пұлдың мұғдары көбейіп барғаны үшін басындағы 10 теңге 32 теңгеге айланғанын саудагер түсіндірді. Дихан қуанып хайран қалды һәм әзірше оның баласы зәрурлік сезбегені үшін пұлларды саудагерде қалдырды. Бала 50-ге толғанында әкесі бұл уақытта ол дүнияға кеткен еді. Саудагер балаға келісімдегі 167 күміс теңгені төледі. Солай етіп қойылған пұл 50 жылда дерлік 70 есе өсті. Міне, сіздерге арық шыжлан үшін үшінші дәрі, әрбір теңгені даладағы мал сияқлы. Сіздің шыжланыңызға байлық ағымын жөнелтіру үшін өзіне ұсаған туына әрекет етуге мәжбүрлі. Төртінші дәрі. Жиналған пұлыңызды жоғалтудан сақланын. Алтынның жылтырағаны бақытсыздықты өзіне тартады. Шыжландағы алтынды жоғалмау үшін пұқталық бенен сақлау керек. Соның үшін дана адам Құдай үлкен тәуекелшілікке жол ашаман дегенше басында аз-аздан пұл тігіп, оны сақлауды үйренеді. Деп Аркад оқушыларына 4-ші күнгі сөзін басылады. Алтынға елік еткен әр қандай адам ара-тұра өзі сенімді деп ойлаған іске үлкен пұл тігуге қызығып тұрады. Көбінесе ол достары яки туысқанлары мысалында іс тұтады. Пұл тігудегі бірінші һәм басты қағида. Бұл тикарға ақша жиындысын сақлап қалуды тәмелеу. Барлық жинаған ақшаңды жоғалтуың мүмкін. Жинағаныңды беруден алдын һәммесін пұқта үйреніп, ол саған қайтып келуіне сеніміңді кәміл ет.
Tez байып кету hakkındağı өзіңнің қиялы арзуларыңа берілме. Bir адамға пулларыңызды сенуден алдын, ол сізге қарызын қайтара алуына сеніміңіз кәміл болсын. Абырайлы екеніне ітібар берін. Және ауыр минетіңіз бенен жинаған пулларыңызды оған күтілмеген сауға ретінде беріп қоймаң. Bir нәрсеге пул тігуден алдын, бұнда күтілуі мүмкін болған әмме қауіплерді ойлап алың. Менің бірінші мәрте пул тіккенім аянышлы болды. Bir жыл davamında жинаған пулларымды теңіз артына кетіп баратырған Азмур деген гербішшіге сеніп беріп жібердім. Ол маған тердегі финикиялылардан қымбат таслар сатып әкелуі, ол келгеннен соң біздер бұл тасларды сатып пайданы бөлісуіміз керек еді. Финикиялылар хиле етіп оған шише бөлеклерін сатыпты. Менің жинағаларым жоқ болды. Бүгін гербішшіге қымбат нәрселерді сатып алуды сену ақмақлық екенлігін бірден түсінген болар едім. Соның үшін мен сіздерге тәжірибемнен келіп шығып мәслихат беремін. Алтыныңызды тәуекел етуде тек өз ақылыңызға сеніп қалмаң. Әрдайым пұл менен істесетұғын, білетұғын адамлар менен ойласын. Бұндай мәслихатлер бейпіл беріледі. Бірақ бірде оның бақасы сіз тігежақ болып тұрған ақша менен тек. Егер ұсындай мәслихат жәрдемінде пұлларыңызды жоғалтудан сақлап қалған болсаңыз, бұл хақиқаттан ұсындай. Міне, бос жиналарға 4-ші дәр. Өзіңіз жинаған пұлларыңызды жоғалтудан сақланың, оларды пайда менен қайтарып алу үмканияты анық болғанда ғана сенімлі іске тең. Дана адамлар менен ойласың, білетуғылардың мәслихаты алтынға тең. Олардың даналығы шыжланыңызды қорғасын. Бұл 4-ші дәрі еді. 5-ші дәрі. Жинаған пұлларыңызды тұрақ жайға тігін. Егер адам істеп тапқан пұлының 10-нан 9-ын жасауына ажыратса, әм ұсы 9-дан қандайдыр бөлегі жақсы жасауына кесен тиетпеген халда пайдалы істерге сарпыланса, байлығыңыздың көбеюі тездеседі. Оқушылары алдындағы 5-ші күнде Аркад ұсы сөздерменен басылады. Вавилондағы жүда көп адамлар өз шаңарақлары менен аяншы шараятларда жасайды. Аяллардың гүл егіп көйлін көтеретұғын кішігірім еште атызы жоқ. Балаларға ойнауға патас, тар көшелерінен басқа жер болмаған жай иелеріне үлкен ижара пұлын төлейді. Балаларға ойнау үшін таза майдан, аялларға тек гүл емес, қожалығын бағуға пайдалы егілер егу үшін бір бөлек болса да жері болмаса, ешбір шаңарақ өмірден қуана алмайды. Өз жеке терегінен әнжер жесе, өзінің жүзімін жесе, еркектің жүрегі қуанышқа толады. Өзінің жеке үйі болса, оның кеулі сенімге толып, бір істі бастағанда қосымша күш береді. Соның үшін әрбір адамның өзін һәм бала-шағасын қорғайтұғын өз тұрақ жайы болу зарur. Әрбір инсан егер қалесе өз үйіне ие болу мүмкін. Біздің ұлы патшамыз Вавилонда кесілген бақаға алу мүмкін болған жетерлі дәрежеде бос жерлер пайда болу үшін қала диварларын кеңейтпеді ме? Сіздерге және бір нәрсені айтаман, шәкіртлерім. Пұлдарлар үй яки жер сатып аламан дегенлерге жан деп жәрдем береді. Өз есабыңыздан үй құражақ болсаңыз, олар сіздерге құрылысшыларға төлеу үшін мәлім шәртлер менен қарыз беріп тұрады. Үйіңіздің құрылысы біткенде тап, алдын ижара пұл төлегенде қарыз иесіне айма-ай ақша төлеп тұрасыз. Әрбір ұсындай төлеміңіз сіздің қарызыңызды азайтады, әм бірнеше жылдан кейін қарызыңыздан құтыласыз. Бұндай қымбатлы мүлікке ие болғаныңыздан соң жүрегіңіз қуанышқа толады, һәм сіздің патшаға төлейтұғын салыңыздан басқа ешқандай шығыныңыз болмайды. Аялыңызда кірлерін жууға дарияға тез-тез барып тұра алады, ал қайтарсын егінлерді суғаруға ыдыста су алып келеді. Жеке үйге ие адамның үстінлігі көп. Бірақ ең бастысы ол тіршілігіне сарпылайтуының азайтып, көбірек әзлігіне, өзінің дем алуына істетуі мүмкін. Бос шыжлан үшін ұсы 5-ші дәрі өз үйіңе ие бол. 6-ші дәрі. Келешегіңізді табыслы іспенен тәмейлең. Әрбір адамның өмірі балалығынан қартаяман дегенше давам етеді. Өмір жолымыз ұсындай һәм ешкімге бұннан шетлеп өтуге имканият берілмеген.
Егер Құдай алдыла өзіне шақырып алмаса. Соның үшін айтаман, адам келешегіндегі күнлерін тұрақлы табыспенен тәмейлесін. Жасы өткенде шаңарағын бағатығын, жоқлығында қоллап қуатлайтығын ләж жаратсын. Бұл сабақ сіздерді еш нәрсе үйрене алмайтығын уақытлар келгенде шыжланды толтырып, таяр болып тұруға үйретеді. 6 күні Аркад ұсындай мұражетпенен оқушылары алдында сөз баслады. Байлықтың өсу низамын түсініп, пұл жинаған адам әрдайым келешекті ойлауы керек. Тіккен пұлларын көп жылға жететіғын дәулетін уақытынан алдын әбден ойлап, таяр халда ірежелестіру керек. Сенімлі келешекті тәмелеудің түрлі жоллар бар. Жинағаныңызды сыр тұтып, жасырын жерге көміп қоюыңыз мүмкін. Бірақ оны қаншелі абайлап жасырсаңыз да, ол ұрлардың олжасына айлануы мүмкін. Соның үшін бұндай жол тұтуды мәслихат бермеймін. Көп үйлер һәм жерлер сатып алуға болады. Егер олар дұрыс саңланса һәм келешекте өз қымбаттылығын сақлап қалса, олардан табыс яки сатылуынан алынатығын пайда осы мақсатке жақсы қызмет етуі мүмкін. Саудагерге онша көп болмаған пұлды беріп, уақыты менен пайдадан үлес алып тұру мүмкін. Үлес есабынан келешекте ол айтарлық дәрежеде көбеюі мүмкін. Менің Ансан ісімлі танысым аяқ киім ұстасының жақында айтып бергенін естің. Ол 8 жыл давамында әр хапте саудагерге 2 күміс теңгеден беріп тұрған. Саудагер жақында есабын шығарыпты. Нәтиже жүдә кеуілді көтеретіғындай болыпты. Әр 4 жылда түсімінен қосылатығын 4-тен 1 бөлек пайда менен бірге есаплағанда, онда 1040 күміс теңге жиналыпты. Мен есаплап оны және де илхамландырдым. Ол хаптесіне 2 теңгеден беріп тұрса, 12 жылдан кейін саудагер оған 4000 теңгеге етіп қайтарып береді. Бұл оған өмірінің ақырына шекем қиыншылық көрмей жасауына жетеді. Егер кішігірім төлемлер соңында ұсындай пайда келтіретұғын болса, әрбір адам әзір істері зор пайда келтіріп тұрған болса да, қартаятұғын уақыты үшін өзін һәм шаңырағын қорғаудың ғамын жеуге мәжбүр. Ойлауымша, айтылғаларға және бір нәрсені қосып қою керек. Іш-ішімнен бір нәрсеге сенімім кәміл. Бір күн келіп, қайсыдыр дана инсан өлім халатына да таяр болудың жолын ойлап тауып, өмірі дауымында аз-аздан төлеп, қайтыс болған адамның қожалығына бір талай пұл қалатығын етіп іләш табады. Мен ұсыны жүдә қалер едім, әттең бүгін бұның іләжі жоқ. Себебі, бұндай келісімлер әр қандай саудагер жасай алатығын уақыттан ұзақты көзлеп, өз күшінде болуы керек. Бұл бүтін патшаның тақты сияқлы, тұрақлы һәм сенімді болуы тиіс. Қашанлардыр бұл режелер өмірде әмелге асуын сезіп тұрман. Сонда бұл көпшілік адамлар үшін жақсылық болады. Себебі, әрқандай шаңарақ оның ағзаларынан біреуі әлемнен өткенде, кем-кемнен төленген пұллар үлкен үлес алу имканиятына ие болады. Бірақ біз келешекте емес, өз уақытымызда жасап атыр екенбіз, бүгін іләжі бар жол һәм ұсылардан пайдалануымыз керек. Соның үшін мен әммеңізге жасыңыз бір жерге барғанда шыжланыңыздың босап қалмауының ләжін көріп қоюды мәслихат беремен. Болмаса, нан үшін пұл таба алмаған адам, яки бағушысын жоғалтқан шаңарақ үлкен қайғы уайымда қалады. Міне, бос шыжлан үшін 6-шы мәслихат. Өзіңіздің мүтәжліклеріңіз һәм шаңарақ ағзаларыңыздың сіз қартайған уақытта жетіспеушілікке ұшырамауы үшін алдынан іләжлар істеп қойың. 7-ші дәрі. Табыс үшін имканиятларыңызды кеңейтің. Бүгін оқушыларым сіздерге шыжланды толтырудың ең басты жолларынан бірін айтаман. Бірақ мен алтын туралы емес, ал сіздер аққында. Қарсы алдында рәң-бәрәң киімдерде отырған адамдар аққында айтаман. Мен сіздердің миыңізде болып атырған, һәм әуметіңізге қарсылық етіп тұрған нәрсе аққында айтып беремен. Деп бастады Аркад оқушыларына 7-ші күні. Кешегіде алдыма жас жігіт келіп, қарыз беріп тұруымды сұрады. Мен оннан бұның себебін сұрағанда ол істеп тапқан пұлы қаражетлерін қапламай атырғанын айтып налыды. Бұны естіп мен оған сенімсіз қарыз алушы екенлігін түсіндірдім. Себебі оның қарызды қайтару үшін артықша мүлкі жоқ еді. Жігіт, дедім мен оған, сен көплеп пұл істеп табуың керек. Айлығыңды көбейту үшін не қылдың? Қолымнан келген әмме істі.
деп жооп берди ол. Соңғы 2 айда 6 мәрте бастығыма барып, айлығымды көтеруін сұрадым. Бірақ пайдасы болмады. Оның алдына тез баруымның үмканы жоқ. Біз оның садалығының үстінен күлуіміз мүмкін. Бірақ бұл жас жігітте табысын көбейту үшін ең басты шариат бар. Онда көплеу пұл табуға болған күшлі қызығушылық бар. Бұл қымбатлы һәм мақтарлылық қызығушылық. Алдын ала басты нәрсе күшлі һәм анық қызығушылық болуы керек. Анық болмаған қалеу бұл әйтеуір арманлар. Байып кетуді қалеген адамлар үшін бұлар пайдасыз. Егер адам 5 алтын теңгесі болуын қалесе, бұл үсті орыласа болады. Егер ол өзі қалеген нәрсеге еріссе тап ұсындай жолменен 10, 20 һәм 1000 теңгеде істеп табуы мүмкін. Соңында байып кетуі де мүмкін. Кішігірім қалеген нәрселерін орылап, ол өзін үлкен істерге таярлайды. Ұсындай жолменен байлық топланады. Алдын ол кішігірім ақшалардан ібарат болады. Кейін ала адамның үйренуі һәм тәжірибесінің артуына қарап, бұл пұллар және де көбейіп бара береді. Қалеген нәрселеріңіз әпуайы һәм анық болу керек. Егер олар жүда көп, анық емес һәм инсанның имканиятлары шеңберінде болмаса, өз күшін жоғалтады. Адам өз кәсібінде қанеге болып барған сайын оның пұл табу қабілеті де өсіп барады. Әпуайы жазушы болып, бір жұп мыс теңге үшін иіліп отырған күнлерімде басқа жазушылар көплеу жұмыс істеп, көплеу пұл алып атырғанлығын көрдім. Соның үшін менен ешкім озып кетпеуіне әрекет қылдым. Олардың аумет сырларын түсінуім үшін маған көп уақыт керек болмады. Жұмысқа көплеу қызығу, көплеу ітбар һәм көплеу сабыр ету. Міне, не үшін басқа жазушылар маған қарағанда көплеу кестелерді жазалады екен. Менің әрекетлерім сыйлықланды һәм маған басылығыма 6 мәрте айлығымды көбейтуін сорап баруым керек болмады. Қанша көп білсек, сонша көп табуымыз мүмкін. Өз жұмысы хақында көплеу білуге әрекет етіп атырған адам әлбетте сыйлықланады. Егер ол суретші болса, өзінен көрі қабілеттірек кәсіптестеріне қарағанда көбірек ұсуларды үйренуі керек. Егер низамлар яки емлеу менен шұғылланса, ол ұсындай кәсіппенен шұғыланып атырғанлардан мәслихат сұрауы һәм білгелер менен бөлісуі керек. Егер ол саудагер болса, әрдайым жақсы нәрселерді арзанырақ бақада іздеуі керек. Өз жұмыстарыңыз бойынша әрдайым ізденің, өз қабілетлеріңізден пайдаланың. Кімнің қамқорлығына мұқтаж болсаңыз, оларға жақсы қызмет етуге әрекет қылың. Соның үшін мен һәммеңізді бір жерде тұрмай өз үстіңізде істеуге шақырамын. Болмаса, басқалар сіздерден озып кетеді. Көп нәрселер инсан өмірінің қымбатлы тәжірибелерімен байытуы мүмкін. Егер инсан өзін hürmet етсе, төмендегілерге әмел етуі керек. Ол өз қарыздарын іләжі барынша өз уақытында төлеуі, қайтарып бере алатұғыннан артығын қарызға алмауы шарт. Ол өз шаңырағы хақында қамқорлық қылсын. Үйіндегілер ол хақында тек жақсы нәрселерді айтсын. Ол мирасын дүзіп қойсын. Құдай оны дәргайына шақырғанында мал-мүлкі туры һәм адалатлы бөлінуі үшін әрекет етсін. Ол әуметсіздікке ұшырағанларды қайғырсын, имканият дәрежесінде жәрдем етсін. Өзіне қадірлі адамларды қоллап қуатласын. Міне, бос жызлан үшін 7-ші ең соңғы жол. Өзіңді hürmet етуің, ұқып памданалыққа ерсуің үшін өз күшіңді рауажландыр. Оқып үйрен. Осындай жолменен өзіңе сенімге ерсесең һәм жақсы ойлаған арманларыңа ерсудің үстінен шығасың. Міне, ұзақ һәм әуметлі өмірім давамында өзімнің бос жызланым үшін тапқан һәм баюды қалеген һәммеге қоллауды мәслихат етіп атырғаным ұсы 7 дәрі. Вавилонда оқушыларым, сіздер ойыңызға келтіре алатығыларыңыздан көре көплеу алтын бар. Ол һәммеге артығыменен жетеді. Барыңлар, һәм ұсы ақиқатларды гүллеп жасынауыңыз үшін қолланың. Барыңлар, һәм ұлы патшаның әр бір арзырлы бұқарасына бұл білімлерді жеткерің. Оларда бақытлы қаламыздың байлықларынан өз үлестерін алсын. Джордж Самуэль Клейсон. Вавилонның ең бай адамы. Қарақалпақ тіліне аударған Рустам Сапарбаев, Ерболат Өтепбергенов.